Беу дүние-ай десеңші, мынау күйбең тірлікте біреу күйіне, біреу күңірене, біреу ойлана айтып жатады. Егерде тарихқа көз жүгіртетін болсақ, 1939 жылы 1 қыркүйекте Германия Польша жеріне басып енуімен екінші дүниежүзілік соғыс басталды. 1941 жылы 22 маусымда таңғы сағат 4 шамасында Герман әскері КСРО-ның батыс шекараларына ене бастады. Біздің әдебиетімізде бұл ұлы отан соғысы деген атпен белгілі. Соғыс жылдарында Кеңес армиясының қатарына 1.200.000 аса қазақстандықтар шақырылды. Сондай сұрапыл соғысқа Құттығұл көкеміз де соғысқа аттанған болатын. Құттығұл көкеміз 1921 жылы 21 қаңтарда сол кездегі Гурьев облысы Мыңтөбе елді мекенінде Қожа руынан таған Құлтай ақсақалдың шаңырағында дүниеге келген екен. Мектепті бітіріп, еңбекке ерте араласқан жас бала 1942 жылы әскер қатарына шақыру алып, қан майданға аттанады. Фашистерге қарсы майданда жас сарбаздың жасаған ерлігі елеусіз қалмаған екен. Үкімет тарапынан Қызыл орден жұлдызы, Варшаваны, Дзержинск қалаларын азат ету, Германияны азат еткені үшін Ұлы Отан соғысына 20 жыл және Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 60 жыл, Кеңес үкіметінің қарулы күштеріне 60 және 70 жыл ордендермен марапатталды. 1946 жылы әскерден аман-есен оралып, Бәтима мұсылман қызымен отау құрады. Дәм тұздары жарасқан ата мен әже бір шаңырақтың астында 3 ұл мен 6 қызды өмірге әкеліп қуанышқа бөленді. Бәтима әжеміз алтын алқасын тақты. Құттығұл көкеміз өзінің еңбек жолын сол кездегі Гурьев қаласына қарасты обаға қарсы күрес мекемесінде бастап, осы жерден 55 жасында зейнетке шығады. Ол еңбекқор болатын. Асыл қасиетті тұлға еңбекқор атамыз осы жерде 71 жасына дейін тынбай қызмет етті. Еңбек еткен жылдары қайда жұмсаса да өз жұмысын абыроймен атқарып, мекеме жанынан Лениннің туғанына 100 жыл, Жоғары Совет Президиумы комиссия ұйымының шешімімен көп жылғы еңбекте адал қызметі үшін деген мақтау қағаздары, бағалы сыйлықтармен табысталды. Қыстың суығына, жаздың ыстығына да қарамай, аянбай еңбек еткен Құлтайұлы Құттығұл 72 жасынан асқан шағында мәңгілік сапарға аттанды да кете барды. Жоқ, өз ісіне шексіз берілген қажымас қайрат иесі, жан жарына жылуын тартқан адал жан, балаларына сүйікті де әке бола білген еді. Міне сондай қамқорлық пен жанашырлық арқасында ұрпақ жетілді, өсіп, өнді. Өздері берген тәрбиесінің арқасында ұл қыздары өмірдегі өз жолдарын тауып, берекелі ғұмыр кешуде. Бұл күндері Құттығұл атамыздан тараған ұл қыздарының ішінде Шияп, Ырысты, Марфуға, Қанапиясы да бақилық болды. Иә, биылғы жыл Құлтаевтар әулеті үшін ерекше жыл болып отыр. Ұлы Отан соғысында елім үшін деп, қан майданда от кешкен атамыздың есімі өшпесінші деп, артта қалған ұрпақтары айтып жүрсін деген ниетпен жиналып, сіздер мен біздер болып, өмірден өткен жандарды еске алып отырмыз. Атамыздың Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерлігі ескеріліп, облыс жергілікті әкімшілігі Ақсай 2 селосының 9 көшесін Құлтаев Құттығұл есімімен атауды ұйғарды. Аруағына тағзым ету, артта қалған ұрпақтарының алдындағы үлкен міндеті болса керек. Құлтаевтар ұрпақтары міне бүгін ағайын тума
құда жекжаттарын жинап ас бермекке ниеттеніп отыр. Иә, өмірден өткен жандардың бейнесі ұрпақтары мен ағайын туыстарының, ауылдастарының жадында сол жалындаған қалпында қанша жыл өтсе де мәңгі алау боп қала бермек. Сіздер біздің әр күні дұғамыздасыздар. Иә, адам өмірге қонақ. Алладан келдік, Аллаға қайтамыз. Жатқан жерлерің жәннат, алдың пейіш, артың кеніш болсын. Ардақты да аяулы жандарымыз.